Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен осындай өте әдемі әрі өте тәтті шабдалы пирожныйларын жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, сіз де жасап көріңіз. Ең алдымен жұмыртқаға қантымызды қосып аламыз да, екеуін жақсылап ағарғанша миксерлейтін боламыз. Міне көріп тұрсыздар, ағарды біздің массамыз. Келесі үстіне ерітілген сары майымызды қосамыз және қаймағымызды қосамыз. Разрыхлителімізді қосамыз, ванилинімізді және ұнымызды қосып, қамыр жинайтын боламыз. Міне қамырымыз жиналды. Жиналған қамырды 30 минутқа тоңазытқышқа демалуға салып қоясыздар. 30 минуттан кейін дәл видеодағындай етіп кесіп аламыз да, оны осылай ұзынша етіп ыңғайлап дөңгелетіп бірнеше бөліктерге бөлеміз. Әрқайсысы 30 граммнан болу керек, барлығы бірдей болу керек, сонда бірдей болып шығады пирожныйларыңыз. Менде 24 осындай кішкене дөңгелекше шықты. 24 дөңгелекшеден міне дәл осылай етіп дөңгелетіп аласыздар. 12 шабдалы пирожныйлары дайын болады. Алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пеште 10 минут пісіріп аламыз. Көп ұстамаңыздар. Көп ұстасаңыздар пирожныйларыңыз қатты болады да, түске қазір бояғанда бояуды алмай қояды. Әбден суыған пирожныйларымыздың ортасын осылай алып тастаймыз. Міне, тура видеодағындай етіп, ортасын абайлай отырып алып тастаңыздар. Барлығын міне алып тастадық. Келесі осы жаңағы ортасынан шыққан ұнтақты, оған вареный сгущенканы, ұсақталған грек жаңғағын және сары майымызды бөлме температурасындағы қосып, осындай арасына салатын салмамызды дайындаймыз. Дайын салманы міне осылай пирожныйлардың ортасына саласыздар, екі жағына да. Содан кейін екеуін біріктіре саламыз. Міне қатты қиын емес, түкте қиындығы жоқ шынымен. Келесі суға осындай түс беретін бояу қосып аласыздар. Гелевой бояу болса тіпті жақсы. Сосын пирожныйымыздың екі жағын суға маламыз да қантқа ауната саламыз. Міне, дәл видеодағындай етіп істейсіздер, болды. Сонымен біздің шабдалы пирожныйларымыз дайын болды. Өте оңай дайындалады. Дәмі өте ерекше болып шығады. Видео ұнаса, соңында каналыма жазылып, және видеома лайк басып, астынан комментарий жазуды ұмытпаңыз.